Тәжірибеңіз болмаса да жасанды интеллект арқылы ақша қалай табуға болады? Қазақ тілінде жасанды интеллектті қолданып контент жасау арқылы таба аласыз. Бұл студентке де офисте істейтін адамға да ыңғайлы. Ең бірінші қадам ол нишаны таңдау керек. Мысалы, кішкентай бизнестарға пост жазу, яғни скрипт жазу. Мысалы, кішкентай бизнестарға пост жазу, тиктокқа сценарий жазу. Сценарий деген видеода не айту керек, соның скриптін жазу. Немесе рилсқа идеялар табу. Екінші шаг, жасанды интеллект құралдарын үйреніңіз. Күнде 20-30 минут бөліп, көп уақыт бөлмей, бір платформада мәтін жазуды, сценарий құруды, идея ойлауды үйреніп алыңыз. Үшінші қадам, қызметіңізді сатыңыз. Инстаграмда стористе мен жасанды интеллект арқылы контент жасап беремін деп жарияласаңыз болады. Таныстарға немесе шағын бизнестарға ұсынсаңыз болады. Былайша айтқанда SMM жұмысы ғой. Негізінде қазір мен мысалы бағана Каспиден поиск жасадым. SMM мобилограф деп көп вакансиялар шықты да, ішіндегі описание қарасаңыз, бағанағыдай видео жасап білу, инстаграмда жүргізіп білу деген талаптар көп екен де, и соны үйреніп алу негізінде қиын емес. Айына 300 мың теңге ұсынып отыр да сол вакансияларда. Оны қосымша табыс ретінде үйден отырып істей аласыз. Мысалы, монтаж жасау видеоны, немесе бана жасанды интеллект арқылы фото видеолар шығару, бизнестардың парақшаларын жүргізу. Ол үшін офисқа барудың қажеті жоқ, үйден отырып удаленно жасай беруге болады. Басында арзанға жасасаңыз болады, бірақ жайлап портфолио жиналған сайын өзіңіздің қызметіңіздің бағасын көтере бересіз. Немесе автоматизацияны үйренсеңіз болады. Жасанды интеллект арқылы күшті автоматизациялар жасауға болады әртүрлі бизнестерге. Менің YouTube арнамда немесе осы Instagram парақшамда қарасаңыз болады, сол жерден идеяларды көрсеңіз болады. Ең бастысы, достар, қазір бастап кету. Қазірден бастап осыны қолға алыңыз.